Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен біздің әңгімеміз құмарлыққа бой алдыру, оның зияндылығы туралы болмақ. Қазақта бір тамаша сөз бар: ессіз білмес естінің қасиетін, сау сезбейді аурудың қасіретін дейді. Бала дегенмен бала да тезірек өсіп жетілгісі келеді. Ер бала ер жетуге құмарда, қыз бой жетуге құмар. Үлкендерше сөйлегісі, үлкендерше киінгісі, үлкендер жасаған қылықты қайталап ересек көрінгісі келеді. Және осы кезеңде соның оңай мүмкіндіктері бар. Зиянды дағдылардан баланы тыя білу, сақтандыру — ол ата-ананың басты парызы. Қазақта доп ойнаған тозар деген мәтел бар. Осы халқымыз осы доптан бұрын ойынның құмарлығынан шығарылмай қалуды меңзеп айтқан сияқты. Жанға жеңіл, қай нәрсені де соңына түсіп қолай берсең, даналар айтқандай, неге құмар болсаң, соның азабын тартарың сөзсіз. Қай заманда да құмар ойындары адамзаттың қызығушылығын тудырып, адастырып, адамгершілік жолдан тайдыратын сан рет дәлелдеп жүр. Ежелден де бәс тігіп бақ сынау ойындары болған, одан бері карта ойындарының қаншалықты танымал ойын болғанын білеміз. Қазіргі кезде атынан адам жаңылатын компьютерлік ойындар, автоматтық ойындар, казинолар өзінің түрлі ерекшеліктерімен ойынпаздарын құмарлықтың құрдымына қол бұлғап шақырып тұр. Бұл тәуелділіктің ең қорқынышты түрі. Құмар ойындары деп аталуының себебі неде? Қызығушылықтың жолына уақытын салып, ақшасын салып, денсаулығын салып ойынға берілушілік, бақсынаушылықтың барлығын халқымыз бұрыннан ақ құмар ойын деп атаған. Компьютер арқылы жауды жайратып, батыр атануға, автоматты ойындарға ақша салып, бақсынап, кездейсоқ байлыққа тап болуға жасалған мүмкіндік. Балаға ойын керек деген түсінікпен баланы ойынханаға жібереміз. Біріншіден, ойынға ақша керек. Әрине, белгілі бір уақытқа дейін. Екіншіден, ойындар ұтыстық және ұтыстық емес болып екіге бөлінеді. Мұның қандай болсын, балалардың құмарлығын туғызуға, психикасын өзгертуге ықпалды. Петербордағы Бехтерев атындағы психожүйке жүйесі аурулары институтының мәліметтері бойынша соңғы уақытта құмар ойынына ықылас ауғандар бірнеше ондаған мың адамға жеткен. Осы арқылы болатын ұрлық, қарлық, қарақшылық, кезекті ұтылыс үшін автомат ойындарының қызметкерлерін жазалау оқиғалары көптеп кездесіп жатады. Бұл маскүнемдіктен де қауіптірек саналуда. Тәуелділіктің түрлі жағдаяттары бар. Тыңдасаң адам шошиды. Бір студент бірнеше мың долларын ойын автоматына тұрып жіберген. Қайта қарызға кіргенімен ойын тоқтата алмаған. Қазір ол психожүйке жүйесі ауруларының тұрақты емделушісі екен. Осындай ойынның тәуелділігіне түскен ойынпаз ойынын тоқтату үшін тонаушылыққа да барған. Мақсаты түрмеге түссем тоқталам деп ойлаған, бірақ түрмеден шыққаннан кейін қайтадан осы іске кіріп кеткенін байқамаған. Автомат ойындарынан жұрдай болып ұтылған бір құмарпаз ойыншы таңертемен үйіне барып қаруланып келіп, ойын залындағы қызметкерлерді жайратып салған екен. Оққа ұшқандардың ішінде ойынға қатысы жоқ қарапайым еден жуушы әйел де болған дейді. Соған қарағанда бұл байғұстың әбден жүйкесі шығарып қаны қарайған болуы мүмкін. Компьютерлердегі атыс шабыс ойындарынан кейін ойынның арбауынан шыға алмай қалған ойынпаз өз анасын мерт еткен. Еуропалық бір жасөспірім күндіз түні компьютердің алдында ойынның қызығымен отырғаннан кейін миына қан құйылып, аяқ астынан қайтыс болып кеткен. Жалпы осы әлеуметтанушылар, психологтар деген бір ғалымдар ойынға ықылас ауғандар жыл сайын көбеюде деп дабыл қағып жатыр. Ойынпаздар ойыннан нашақордың есірткіден алатын ләззаттық әсеріндей құмарғандыратын әсер алады дейді. Ойынпаздың адами тұлғасы автомат ойындардың әсерінен дағдарысқа ұшырайды екенде, тек автомат ойыны ғана оның жақын досына айналып кетеді екен. Сондықтан өз жақындары мен өз достарына салқын тартып, табиғи қарым-қатынастан тежеле бастайды екен ғой.
ұтыссыз ұпай жинайтын атыс шабыс ойындары болсын, ақша салып ойнайтын ойындар болсын, бұл құмарлыққа бастайтын тұзақ сияқты. Ішімдікке тәуелділіктен де мына ойынға тәуелділік қиынырақ. Жан-жақты дамып жетілмеген жас ұрпақ үшін өте зиянды екенін, біздің болашақ ұрпағымыз үшін аса қатерінің көп екенін біз естен шығармағанымыз абзал. Енді бір сұмдық нәрсе бұл казино ойындары. Сырт көзге мәдениетті орын болып көз тартқанымен, біреулердің ұтысына, басқалардың қалтасының қағуылына әкелетін орын. Негізінен ақша тігіп ойналады. Мысалы, 10 адам ойнаса, 9 ұтылады, біреуі ғана ұтады. 10 отбасы зардап шегеді. Қадыр Мырзалының «Жазмыш» деген кітабын оқып отырсам, соның ішінде карта ойындары туралы біраз бір мәліметтер бар екен. Картаның отаны Мысыр сияқты дейді, ол кісі айтады. Бірақ біреулер айтады, жоқ, Мысыр емес, Үндістанша, Қытай шығар дейді. Бірақ олай дейтін себептері, картада адам бейнелері бар, корольдің, нәткенің, балтаның, бірақ мұсылман діні ондай рұқсат етпейді ғой дейді. Дегенмен көпшілік пікір Мысыр жағында дейді. Өйткені картаның жасы сонда мұсылман дінінен де бұрын болуы мүмкін дейді. Бұл бір. Екіншіден, картадағы суреттер кейініректе Европаға әбден таралғаннан кейін барып шыққан сияқты дейді. Испания, Франция сияқты елдерге кіргізілген жаңалық болуы да мүмкін. Ал егер карта Қытайда немесе Үндістанда дүниеге келген болса, Орта Азия елдері қайда қалады? Мейлі ғой, қай жерде болса да картаның арты карта дейді. Ол әрине кез келген ел, кез келген халық оны бірден оп-оңай қабылдай алған жоқ. Людовик Францияның қай түкпірінде болсын карта ойынына тыйым салынсын деп бұйрық беріпті. Ресейде оны құшағын жайып қарсы алмаған. Олар да осы арнайы заң шығарып карта ойнағандарға дүре соққан екен. Ешбір жанға залал жасамай-ақ осы кіріс жолдарының бірінен адал табыс табуға болады деп айтатын шығар. Бірақ құмар ойындарынан табыс табуға ұмтылу бұл шындығында дұрыс емес. Құмар адамдардың еңбек етуіне, жанұясына, қоғамға, тіпті адамгершілікке пайдалы қызметтер істеуіне көлденең кедергі болады. Өйткені құмар ойынына құныққан адам еңбек еткісі келмейді. Тек оңай жолменен байықсы келеді. Бұл шынымен адамзатқа кесір, нашар дағдылар, адамның өз-өзіне, адами есеп беруіне де кедергі жасайды. Құмар ойындарынан адамдар зардап шегеді екен. Қанша отбасы бар, асырап отырған отбасы мүшелеріне, тіпті қоғамға да теріс ықпалын тигізеді. Жұмыссыздықпен бос кезбелердің артуына себепші болады. Немесе ақшасынан ұтылған жағдайда басқаға күш көрсетуге, ұрлық жасауға негіз болады. Құмар ойыннан ойнаған адам бір жағынан табысынан айырылса, екінші жағынан денсаулығынан да айырылады. Уақытылы ұйықтамау, уақытылы тамақтанбау, үнемі ширығып жүру, сондай-ақ күдік, үрей, қорқыныш, табалану, қорлық сезімдері үнемі алмасып жүйкені әлсіретеді, жүйкені жұқартады, денсаулыққа нұқсан келтіреді. Құмардың кесірінен отбасы тозады, береке кетеді. Әке-шеше құмарпаз болса, бала-шағаға қарауға, тәрбиесімен айналысуға да мүмкіндік болмайды. Ал жасөспірім айналысса, оның болашағы құриды. Құмарлыққа берілген ойынға тәуелділерді ел жұмысқа бара жатқанда олардың ұйықтауға кеткенінен байқаймыз. Ойыннан басқаның барлығы қызықсыз оларға. Олар үшін өмірдің мәні ойын. 21 ғасырда басты проблема туғызған ісік ауруларын да, спид ауруларын да, нашақорлықты да, жылдан жылға түрленген тұмауды да емдеп жазуға болады. Бірақ ойынға тәуелді құмарпаздықты емдеп жазу ешкімнің қолынан келмей жатыр. Сондықтан да атан түйені жығатын мықты жігіттер осы құмарпаз ойынның құрдымына кетіп жатыр. Бұның ар жағында қанша баланың тағдыры, отбасының тағдыры, әулеттің тағдыры жатыр. Американың мықты жазушысын алатын Эдгар По бір отырыста сол заманда жұрттың бәрі қызығатын мықты пальтосынан айырылыпты. Пальтосын салып ойнайды, содан оның қарызы көбейіп кетеді. Үстіндегі пальтосындей 17 пальто алуға болатындай қарыз болады. Ақырында не істейді? Бұл жазушы, керемет жазушы бола тұра, керемет оқырмандары бола тұра, өзінің
жұртқа деген берешегінен құтыла алмағандықтан ақыр аяғында шарапқа бой алдырып, осы ішімдіктен ол өзін өзі өлтірумен аяқталады өмір. Қазақ отбасындағы ата-аналар жастарды, балаларымызды осы құмар ойындарынан сақтандыру үшін не істейміз? Құмар ойынына деген іңкәрлік әркімнің ғана бойында жасырын жатады екен. Оның құмарлыққа ұласпауын әрбір ата-ана қадағалап отыру керек. Оңай табылған нәрсеге әркім қызығады ғой. Баланың бос уақытын дұрыс ұйымдастыру керек. Баланы мектептен мектепке ауыстырғанда балаға қолайсыздық туғызбайтындай жағын қарастыру керек. Мына ата-ана өзімен өзі болып ертіп жүріп пайдалы еңбекке, өнерге, спортқа баулу керек. Теледидар, компьютер алдында ұзақ отыруға тыйым салу керек. Бұл да құмарпаздық қалып келеді екен. Үйде отырса болды деп компьютерға, ойындарға беріліп кеткендеріне кейде жол беріп қалатын жағдайлар болады. Компьютерге, ұялы телефонға, тағы да басқа байланысты талаптардың бәрін орындай беруіне тырыспау керек. Отыз ойындарына қызықтыратындай әңгіме айтпау керек. Оңай жолмен табыс табу, бір қарағанда адамға сәттілік, оңай келген табыс бір бақыт сияқты көрінуі мүмкін. Шын мәнісінде ол адамзатты аздырады екен. Құмарлық қазақтың жастарын құрдымға шықпасын ағайын.